Жыл мезгілінің ауысқаны Айсұлудың өміріне ешқандай әсер етпейтін. Терезенің ар жағында жаңбыр тамшылары сылдырлап тұр, ал оның жүрегі баяғыдай тас. Бір кезде бұл әйелдің күлкісі мен үміті бар еді, бірақ бәрі күйеуінің қазасымен бірге жер қойнына кеткен. Әзімхан ол Айсұлудың өмірін нұрға бөлеген, ал содан кейін қараңғылыққа итеріп кеткен жалғыз адам. Қаралы күннен бері 6 жыл өтті. Сол 6 жылдың әр түні оның жанына салынған жараның ізіндей. Айсұлу өзіне серт берген, енді ешкімге жүрегімді де тәнімді де ашпаймын деп. Содан бері жалғыздықпен өмір сүріп келеді. Түнде ұлы Нұрай ұйықтап қалғанда, әйел терезе түбінде отырып өткен күннің елесін еске алады. Бір кездері ол нәзік күлкісі сыңғырлаған жастықтың оты лапылдаған қыз еді. Қазір жаны түнекке батқан әйел. Кейде өзінің кеудесінде әлі де бір жылулық барын сезіп қорқып кетеді. Сол жылулық нәпсі, сол от өшпей қалған әйелдік қалауы. Бірақ ол өзіні мойындамады. Жоқ, мен ондай емеспін деп өзімен арпалысты. Дегенмен тән үнсіз қаламайды ғой. Түн сайын төсекте көзін жұма алмай бойын белгісіз діріл билейді. Сырт көзге сабырлы көрінгенмен оның ішкі әлемінде дауыл соғып тұратын. Әр таң атқанда бүгін бәрі басылады дейді өзіне. Бірақ түн келген сайын сол үнсіздік ішінен баяғы күйеуінің иісін іздейді. Иісі жоқ, тек бос үй мен тыныштық. Қоңыртаудың етегіндегі ауылда өмір өз ағынымен өтіп жатыр. Адамдар күледі, ойнайды, той жасайды. Бірақ Айсұлудың күлкісі баяғыда өшкен. Ол тек ұлы үшін өмір сүріп жүр. Бір ғана жұбанышы Нұрайдың тәтті үні мен күлкісі. Кейде Айсұлу баласын құшақтап отырып ішінен сыбырлайды. Сен ғана менің тірі жанымсың, ал мен баяғыда өлгем. Сол сәтте терезеден ай сәулесі түсіп, жесір әйелдің көзінде ұшқын ойнап өтеді. Бірақ ол ұшқын үміт емес, ол оянуға шақырған құмарлықтың әлсіз жалыны еді. Қоңыр күздің бір кеші еді. Желдің ызғары терезеден кіріп, пердені баяу тербетіп тұр. Үй іші тым-тырыс. Нұрай әлдеқашан ұйықтап қалған, ал Айсұлуға ұйқы қонбайды. Біртүрлі ауыр тыныштық ішінде бір толқыны баяу оянып жатқандай. Кеудесінде баяғыдан ұмыт болған сезім дір етті. Сол дірілден қорқып әйел көрпесін қымтай түсті. Күйеуінің есімі ерінен өздігінен шығып кетті. Әзімхан. Осы сөзден кейін ол үнсіз қалды. Кеудесінде тыныс ауырлады. Тәні тыпыр етіп, жүрегі дүрсілдеп. Сол сәт әйел өзін тірі сезінді. Құдай-ау, тірі болу осылай күйіп дірілдеу ме еді? Ол төсектен тұрып терезе алдына келді. Ай сәулесі оның жүзіне төгіліп тұр. Айсұлудың беті ағарып кеткен, ал көздерінде белгісіз ұшқын ойнап жүр. Сол сәтте есік сыртынан әлсіз дыбыс шықты. Бұл көрші үйдегі малшы Жарастың атын байлап жүрген кезі еді. Айсұлу үнсіз тыңдап қалды. Түн тыныштығын бұзған еркек үнінің өзі оның денесін дір еткізді. Ол ұялып басын бұрып әкетті. Бірақ бойындағы әлдебір нәрсе оны сол үйге қарай тартқандай болды. Бұрын-соңды еркек даусын бұлай аңсап көрмеген еді. Бір сәтке көзін жұмды. Ойында күйеуінің бейнесі мен жаңа еркектің даусы араласып бір бейнеге айналып кеткендей болды. Жүрегі шымыр ете қалды. Жоқ, болмайды деді өзіне сыбырлап. Бірақ тәннің үні басқа. Ол үндемеді. Өз тілінде сөйлеп тұр. Жан мен тәннің күресі басталды. Айсұлу Құран жаққа қарады. Қолын созып дұғасын қылғысы келді, бірақ тілі бармады. Сол түні ол таңды көзбен атырды. Көздері ісіп кеткен, бірақ бетінде әлсіз күлкі тұрды. Сол күлкі кінәлі әйелдің емес, көптен бері тірі екен алғаш сезінген адамның күлкісі еді. Ауыл шетінде тоғайға Айсұлу күн сайын барып жүрген. Басында ол жай ғана тыныс алу үшін шығатын. Кейінірек бұл жер оған біртүрлі жылы көрінді. Жапырақтардың сыбдыры, шөп иісі, алыстағы мал дауысы, бәрі күйеуінің еркелеткен үнін еске салатындай. Бір күні сол тоғайда ол Жарасты кездестірді. Малшы жігіт ағасы қалың шөп арасында ағаш бұтақтарын шауып тұр екен. Қолындағы балтасы жарқ еткен күн сәулесі бетіне түсті. Жігіттің жүзіндегі салмақтылық, көзіндегі сабыр мен біртүрлі жылылық әйелдің кеудесін әлдеқайда ыстық толқынмен шарпып өтті. Амансыз ба әпке, деді ол сәлем беріп. Шүкірмін, деді Айсұлу. Сол сәтте Айсұлу өзін алғаш рет қартайғандай сезінді. Бірақ әпке деген сөз жүрегіне аяздай тиді. Өзін сырттай сабырлы ұстаса да жанында әлдене қозғалады. Жарас оның жүзіне қарап тұрып, сіз осы жаққа жиі келесіз бе, деді. Я, тыныштық іздеймін, деді әйел ақырын. Сөздері қарапайым еді,
бірақ сол тыныштықтың ішінде екеуі де бір-бірінің үнінен басқа мағына сезді. Жарастың даусы жұмсақ еді, Айсұлудың даусы әлсіз дірілмен шықты. Күн еңкейіп тоғайды, алтын жарық жапты. Сол алтын жарықта екеуінің көлеңкелері қатар созылып бір сәтке бірігіп кеткендей болды. Сол күні кешке Айсұлу үйіне ерекше күймен қайтты. Жарастың даусы, көзқарасы, қолындағы күліп тұрған жылылық бәрі ойынан кетпей қойды. Төсегіне жатқанда алғаш рет күйеуін емес сол малшының жүзін еске алды. Өзінен өзі шошып оянды. Жоқ, бұл күнә, деді сыбырлап. Бірақ жүрегі күнә емес, тіршілік белгісі деп сыбырлайды. Айсұлу Тоғайға ертесіне тағы да барды. Себебі тыныштық іздеп емес, сол жігіттің жүзін тағы көргісі келген. Өз-өзіне жай ғана кездейсоқтық қой деп ақталады. Бірақ жүрегі оның атын іштей айтып шақырып тұрғандай. Жарас ол келгенде бұта шауып жүрген екен. Айсұлуды көріп жүзінде жылулық пайда болды. Тағы да келдіңіз бе, деді ол күлімсіреп. Иә, ауа салқын, көңілге жақсы ғой, деді әйел. Бірақ даусы әлсіз, жүрегі дүрсілдеп тұр. Бір сәт үнсіздік орнады. Құстардың дауысы, шөп арасындағы желдің сыбдыры, екеуінің дем алысы ғана сезілді. Жолдасыңыз қайда, деп сұрады Жарас абайлап. Осыдан бірнеше жыл бұрын ана өмірге аттанып, ондай да қиын ғой жалғыздық. Осы сөз Айсұлудың жанын дір еткізді. Жалғыздық. Сол сөз оның ішіндегі бос орынды дәл сипаттап тұр еді. Қиын емес дей алмаймын, деді ол көзін төмен салып. Бірақ өмір ғой. Жарас бір сәт үнсіз қарап тұрды да қолындағы балтасын шетке қойып қасына жақындай түсті. Оның көзқарасында әдеп те, аяушылық та, құпия бір тартылыс та бар еді. Кейде адамдарға жылы сөздің өзі жетеді, деді ол баяу үнмен. Айсұлу жауап бермеді. Жүрегі дүрсілдеп, алақаны терлеп кеткендей сезінді. Сол сәтте жел шашын желбіретіп бетін сипап өтті. Ал еркектің көзі сол сәтте үнсіз тамашалап тұрды. Бір мезетте олардың көздері түйісіп қалды. Тыныс қысылды, айналадағы әлем үнсіз қалғандай болды. Секундтар, сағаттар созылды. Айсұлу бір сәтке артқа бұрылмақ еді, бірақ Жарастың даусы оны тоқтатты. Ертең де келесіз бе? Білмеймін, мүмкін. Мен күтем, деді ол жай ғана. Сол сөз әйелдің бойындағы әлсіз жіптерді үзіп жіберді. Үйіне келген соң неге күлкісі келе беретінін өзі де түсінбеді. Кеудесіндегі әлдеқандай қуаныш пен қорқыныш араласып біртүрлі тәтті сезім қалдырды. Түнде төсегіне жатып көзін жұмғанда тағы да сол жүз, сол сабырлы, бірақ терең көздер елестеді. Күйеуінің суреті тартпада тұрған, бірақ ол көзін соған емес, жарық перденің ар жағындағы түнге тікті. Іштей бір дауыс, сен тірісің, сезгің келеді, деді. Күндер бірінен соң бірі өтіп жатты. Айсұлу Тоғайға енді сылтаусыз бара алмайтын болды. Жүрегі бәрібір сол жаққа тарта береді. Жарас сонда да күтіп тұратын, оның келмеген күндері көңілі түсіп кететін, іштей сезінетін. Бір күні аспан тұнжырап, жаңбыр тамшылап, жапырақ арасынан сырғып түсіп жатқан шақта Айсұлу тағы да сол жолмен жүріп келе жатты. Өзін тоқтатуға тырысқанмен бір күш итеріп тұрғандай еді. Тоғай ішінде Жарас та тұр екен. Жамылғы киген, қолында шағын термос. Суық тиіп кетпесін деп жылы шай әкелдім, деді ол күлімсіреп. Сол сәтте Айсұлу не дерін білмей ерін тістеп үнсіз қалды. Екеуі ағаш түбіне отырып шай ішіп жаңбыр тамшысын тыңдап отырды. Жарастың қолы байқамай оның саусағына тиді. Айсұлу селт етіп қолын тартып алды. Бірақ сол бір сәт денесін түгел ыстық леп шарпып өткендей болды. Жарас оның жүзін бағып, неге қашасыз менен, деді ақырын. Себебі менің жүрегім әлі де қайтқан күйеуімді ұмытар емес. Ал денеңше, деді ол сыбырлап, көзімен тік қадап. Бұл сұрақты естігенде Айсұлудың демі қысылды. Бір сәт өзінен өзі шошып орнынан тұрды. Жарас, тоқтатайық, деді дірілдеп. Бұл дұрыс емес. Дұрыс пен бұрыстың арасында кейде жанның тыныштығы тұрады, деді ол. Сол сөз оның жүрегін жаралап өтті. Күйеуінің бейнесі елестеді, бірақ ол бейне судай алыстап бара жатқандай. Ал қасында тірі, жылы демі бар ер адам тұр. Сол сәт әйелдің бойында сағыныш, жалғыздық, кінә, құмарлық бәрі араласып кетті. Жарас оның иығынан ақырын қолын қойды. Айсұлу қозғалған жоқ. Жалғыз тамшы жаңбыр оның бетімен бірге төмен сырғып түсті. Сол бір сәтте екеуінің демі бірігіп кеткендей болды. Бірақ әйел өз-өзін ұстап қалды. Басын еңкейтіп көз жасын сүртті. Ертең көріспейміз, деді ол ауыр үнмен. Жарайды, бірақ мен сені күтемін, деді еркек. Сол түн Айсұлу үшін ең ұзақ түн болды. Күйеуінің атына дұға оқып жатып, Жарастың жылулығын сезініп, күнә мен сағыныш арасында жанып жатты.
Айсұлу бірнеше түн ұйықтай алмады. Қанша дұға қылса да Жарастың көзқарасы, қолының жылуы, даусындағы баяу діріл бәрі есінен кетпеді. Ол енді өзімен күресуден шаршаған еді. Бір кеште күн қызарып батуға айналғанда аяқ-қолы еріксіз сол тоғайға беттеді. Жүрегі дүрсілдеп, демі қысылып, өзінен өзі қорқып келеді. Тоғай ішінде Жарас от жағып отыр екен. Ол әйелді көріп орнынан тұрды. Бірақ бұл жолы сөз де сәлем де болған жоқ. Тек үнсіздіктің ішінде мың мағына, мың сағыныш бар еді. Айсұлу оның алдына келіп тоқтады. Көзінен жас ыршып кетті. Қайғы ма, әлде шын сағыныш па, өзі де ажырата алмады. Жарас оның жүзінен бар сырды ұқты. Сол сәтте олардың арасында жылдар бойы айтылмай жүректе болып жатқан сезім босап кетті. Қолдары тоғысты, дем араласты, жүректері бір ырғақта соқты. Түн қоюланып, ағаштар сыбдырымен сыбырлап тұрғандай. Жерге құлаған әрбір жапырақ олардың тынысымен үндесіп бара жатты. Айсұлу сол түні алғаш рет жанының да тәнінің де мұзын еріткендей болды. Таң ата әйел орнынан тұрғанда денесінен әлсіз жылу таралып, маңдайынан бұршақтап тер ағып тұрды. Көзінде ұят та, жеңілдік те бар еді. Ол аспанға қарап сыбырлады: «Кешір мені, тірі». Таң жарығы тоғай арасынан баяу тарады. Жапырақтардағы шық тамшысы кешегі жаңбырдың емес, бүгінгі күннің жаңа тынысының белгісіндей еді. Айсұлу әлсіз күйде оянды, құдды бойынан бір ауыр жүк түскендей. Жарас жанында үнсіз отыр, көзінде өкініш те, қуаныш та аралас. «Мен саған ренжімеймін», деді Айсұлу жай ғана. «Неге?» деді ол. «Себебі бәрі де тағдырдан. Сен мені қайта тірілттің, бірақ мен өзімді жоғалттым», деді ақырын. Жарас оның қолын ұстап сәл ғана сыбырлады. «Кейде адамдар күнәдан емес, өліп кеткен сезімнен қорқады», деді. Айсұлудың жүрегі шым ете қалды. Бәлкім солай да шығар. Күйеуі о дүниеге кеткеннен кейін ол шынымен де өліп кеткендей еді. Ал бүгін алғаш рет жүрегі қайта соққандай болды. Үйге оралған соң қобдишадағы сақинасына ұзақ қарады. Күйеуінің бейнесі көз алдына келді. Бірақ ол бейне енді мұң емес, мейірімге айналғандай. Сол түні ол алғаш рет дұғада жылады, кешірім сұрады. Бірақ өзінен, өз жүрегінен. Өз-өзін кешіру қиын еді. Түн ортасында жел есікке соғылды. Тоғайдың сыбдыры секілді. Айсұлу орнынан тұрып, сыртқа шығып аспанға қарады. Жұлдыздар көп еді. Солардың ішінде күйеуінің рухын іздеді. Сосын күлімсіреп қойды. «Кеш мені, мен тірімін», деді тағы да сыбырлап. Ауыл іші гу-гу әңгімеге тола бастады. Көрші келіншектердің өсегі де, еркектердің ишарасы да Айсұлудың жүрегіне қадала берді. Тоғайға барып жүрген көрінеді. Кеш батқанда со жақтан келеді дейді. Әлгі малшының көлеңкесіне ілесіп жүреді екен. Сондай сөздер естіле бастаған сайын әйелдің жаны екіге жарылып кетердей. Бір жағы ұят пен қорқыныш, екіншісі сол бір көзқарасты сағыныш. Кеш түсе ауыл үстін қою тұман жапты. Жарық аз, жел баяу ғана естіліп тұр. Сол желмен бірге Айсұлудың да жүрегі қозғалды. Тоғай жаққа көз тастады. Қараңғылықтың арасынан әлдекімнің бейнесі жылтырап өтті. Жарас, ол үнсіз тұр екен. Айсұлу бір сәт тоқтап қалды. Бірақ жүрегі тыңдамай сол жаққа қарай жүріп кетті. Екеуі ештеңе демеді, тек көздері сөйлеп тұрды. Көздің тілін ешкім ести алмайды, бірақ соның ішінде мың сыр бар еді. Айналаны ай сүттей жарық етіп тұр. Ағаштардың көлеңкесі бір-біріне еліп, олардың үнсіз сырын жасырып тұрғандай. «Бәрі біліп қойды», деді Айсұлу ауыр күрсініспен. «Естісін», деді Жарас сабырлы үн. «Біз ешкімге есеп беру үшін жүрген жоқпыз». Сол сәтте әйелдің бойындағы барлық қарсы жерге тамған жаңбырдай еріп кетті. Жарас оны өзіне жақын тартты. Айнала тып-тыныш еді. Тек жүректің дүрсілі мен тоғайдың сыбдыры ғана. Сол түн аспанда үнсіз жылады. Жапырақтарда шық емес, күнәнің салқыны тұрды. Бірақ Айсұлу өмірде алғаш рет тыныш ұйықтады. Ауылдағы тыныштық жылдар бойы жиналған өкініш пен сағынышқа толы еді. Нұрай Айсұлудың жалғыз баласы, көптен емделмеген дерттен көз жұмады. Дәрігерлердің қарапайым кеңестері, емделмеген уақыт бәрі кейінгі қайғыға айналды. Айсұлу өз-өзіне кінәлі еді. «Мен бәрін сақтай алмадым», деп, «оны қорғап қала алмадым», деп ойлады ол. Балаға деген сағыныш жүрегін қатты қаққан сайын өмірлік жары болған Жарастың қолы оны демеп қолдау көрсеткен еді. Жарас та ауыр сезімде болды. Бірақ ол Айсұлудың қолына ұстап, «Бәрін бірге көтереміз», деді. «Сен жалғыз емессің». Сол күннен бастап Айсұлу мен Жарастың арасындағы сезім тереңдеді.
олар бір-біріне тірек болды. Жоғалған ұлының естелігін жүректерінде сақтап өздеріне жаңа өмір бастауды шешті. Ауыл тұрғындары ұзақ уақыт бойы олардың арасындағы сырды байқап жүрді, бірақ екеуі үшін ең басты бір-бірінің жанында болу. Кейінгі жылдары Айсұлу ішкі тыныштықты сезе бастады. Қиыншылық, өкініш, сағыныш бәрі жүректе сабаққа айналды. Ал Жарас әрдайым жанында, қол ұстасып көркем баяу өмір жолын бірге жүріп келеді. Өмірде бәрі оңай емес, бірақ ауыртпалық пен қайғы арқылы адамдар шынайы махаббатты, берік тіректі және жүректің шынайы күшін таба алады. Соңғы сөз Айсұлудан: өткенді қайтара алмаймыз, бірақ бірге жаңа күнге қарай қадам басамыз, деді ол.